көзіңді жұмып отыра тұршы, әже. Көзіңді жұмып отыра тұршы деймін. Ашпа да. Ашпай тұра тұр, күте тұр. Әже, ал енді аша. Енді аша бер деймін. Al. Ne söylüyorsun? Bilmiyorum. Тек сені қуантқым келіп кетті. Тек сен қуансın деп ешқандай себеп жоқ. Сексен? Әже, мына аппақ раушан гүлдері саған арналады. Осы уақытқа дейін аппақ кең пейіліңмен осылай біздерді немерелеріңді бағып қағып өсіргенің үшін, ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырғаның үшін, осы уақытқа дейінгі бала шағаларыңа деген барлық жасаған еңбегің үшін. Құлыншағым-ау, сен білдің-ау, менің жарым-ау. Менің еңбегім ешқандай татулы емес пе, себебі сен немеремсің, баламның баласы. Бала келін тірі солай сосын жүрген мен. Әже, тек көңіл ғой, тек көңіл, тек қуанту үшін. Ешқандай себебі жоқ. Әста. Әдемі ма? Бойы семен бірдей екен. Сосын торт алып келдім, шай ішеміз деп. Жаным тек. A few moments later. Gül әдемі ма? Gül ұнады ма? Gül var anne. Ağaylığım yok mu lan? Ne öğrenmedim de bitti. Sen geldin mi? Kayaktan, pazardan? Жоқ, сондай гүл сататын сондай магазин бар екен. Қаланың қақ ортасында орналасқан, сондай бір үлкен Зиба деген зданияның алдында тұрады, өзен гүл маркет дегенде. Ішінде дейтін бүткіл қала бойынша ең арзан бағада, күшті бағада гүлдер сатылып жатыр екен. Еще выбор көп, қалаған гүлің бар ғой, ішінде түр-түрі бар. Соны ішінен сөйтіп таңдап саған алдым, ақ розаны. Жақсы oldu.